Сәлеметсіз, құрметті көрермендерім. Бүгін рассольник жасаймыз. Суымызға тұз салып, сүйегі бар етті салып, соны қайнатып аламыз жақсылап тұрып. 1 сағат қайнағаннан кейін негізінде бір пияз толықтай сыртын тазалап салып жүреміз. Етіміз пісіп болғанша дейін біз негізінде перловкамызды, картошкамызды тазалап, жуып тазалап қоямыз. Етіміз піскеннен кейін сорпамыздан етімізді алып, сорпамызды сүзіп, ішіндегі көбігін, ұсақ сүйектер болмасын деп сүзіп аламыз, жақсылап тұрып сүзіп аламыз. Одан кейін перловканы саламыз, 1 кеседей перловка саламыз. Перловкамыз пісе береді. Оған дейін біз картошкамыз дайын тұр. Перловкамыз піскеннен кейін картошкамызды саламыз бірге. Ол қайнай береді, жұмсарып қайнауы керек. Перловкамыз жұмсақ болған кезде сол кезде картошкамызды саламыз. Картошка перловка дайын болғанша дейін біз басқа көкөніс дайындаймыз. Мінекей сладкий перец, болгарский сәбіз, пияз, тұздалған қияр и томат пастасы бәрін ұсатып тураймыз. Менде сәбіз дайын болмады, үйде болмай қапты, сондықтан қысқа дайындаған сәбізден алдым. Табамызға майымызды қиып, кешіріңіз, майымызды қиямыз, сосын пиязымызды салып осылай қуырамыз. Осылай қуырамыз бірге. Одан кейін міне сәбізімізді саламыз. Сәбізіміз енді морозилкадан шыққасын еріп үлгерген жоқ. Сондықтан бұл кішкене ерісін деп қақпаған жауып қоямыз. Жұмсарсын деп. Мінекей сәбізіміз бен пиязымыз қуырылып жатыр. Жақсылап қуырылап аламыз. Осылай қуырып. Сәбізіміз. Одан кейін болгар перецін қосамыз. Онымен де бірге қуырамыз, оны көп қуырмаймыз енді. Одан кейін сразу тұздалған қиярымызды салып бірге қуырамыз. Оны 1-2 минут қана қуырамыз, араластырып отырып қуырамыз. Түгел қияр кішкене қуырылғандай болсын. Араластырып отырып қуырамыз. Böyle жақсылап тұрып мінекей қуырылсын. Оған дейін мінекей 1 ас қасық томатный пастаны алып, 100 грамм ба, 150 грамм ба суына қиямыз. 150 грамм алдық, соны ертеміз. Соның ішінде түгел араластырып томатты жақсылап ертіп аламыз да. Жақсылап араластырамыз. Пиалаға ертіп алды. Осылай мінекей томат пастамызды. Мінекей оны барлығын енді табамызға қиямыз да араластырамыз. Тағы да барлығымен бірге бәр жерінде болсын. Араластырып аздап бұқтырамыз. Түгел араластыра аламыз. Аздап бұқтырамыз. Крышкасын жауып, қақпағын жауып. Міне біздің картошкамыз да пісіп қалды. Дайын болды. Мінекей соусымыз мінекей бұқтырылды. Су азайып келеді. Көрдіңіз бе? Осындай болу керек, су азаяды. Енді осының бәрін біз сорпамызға саламыз, қиямыз түгел. Қызыл әдемі болып шықты. Бұны 5 минуттай ғана қайнатамыз. 5 минутке де жетпейді. Соны қайнатамыз. Болды, 5 минут қана қайнату керек. Езіліп кетпейтіндей.
Осындай мінекей әдемі рассольник болып шығады. Өте дәмді, қышқыл болып. Мінекей рассольнигіміз дайын. Ас болсын, каналымызға жазылуға ұмытпаңыздар. Ас болсын, каналыма жазылуға ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қолдаңыздар.